Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Саған не ұнады?» Тема урока «Что тебе понравилось?» Жаңа сөздер, новые слова. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазамыз. Ғасыр, ғасыр, век, бұрын, раньше. Балалар, менімен бірге қайталаймыз. Маған музей ұнады. Саған музей ұнады. Сізге музей ұнады, оған музей ұнады. Жарайсыз, балалар. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Читайте текст. Бұл кітап музейі. Это книжный музей. Музейде әртүрлі кітап бар. В музее представлены разные книги. Мына кітап 10 ғасырда шыққан. Эта книга вышла в 10 веке. Ол көне түркі тілінде жазылған. Написано на древнетюркском языке. Мынау 200 жыл бұрын шыққан кітап. Эта книга изданная 200 лет назад. Ол араб тілінде жазылған. Написано по-арабски. Музейде қызықты энциклопедия, альбом, электронды кітап көп. В музее много интересных энциклопедий, альбомов, электронных книг. Маған кітап музейі ұнады. Мне понравился книжный музей. Балалар, мәтінді түсінсек, енді мәтін бойынша тапсырмаларға көшейік. 3-ші тапсырма. Сөйлемдерді мәтін мазмұны бойынша орналастыр. 1-ші балалар бізде қай сөйлем болады екен? Бізде мәтін мазмұны бойынша по содержанию тексті Алматыда кітап музейі бар. Балалар, біз бана мәтінде кітап музейі туралы айттық. 2-ші, музейде көне түркі тілінде жазылған кітаптар бар. 3-ші, мына кітап 200 жыл бұрын шыққан кітап. 4-ші, бұл кітаптар араб тілінде жазылған. 5-ші, музейде қызықты энциклопедия, альбом, электронды кітап көп. 6-ші, маған кітап музейі ұнады. Балалар, сіздер де дәл осылай орналастырды деп ойлаймын. Келесі тапсырма, балалар, жазылым. 4-ші тапсырма. Сөйлем құрап, көшіріп жаз. Ребята, это задание письменно. Пишем тетрадь. Вы должны составить предложение. Мына кітап 100, 200, 300, 400, 500 жыл бұрын шыққан. Дұрыс нұсқасын жазамыз. 2-ші сөйлем. Мына кітап қазақ, ағылшын, араб, түрік, орыс тілінде шыққан. Дұрыс нұсқасын жазамыз. Балалар, бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сау болыңыздар.